Әлемнің қасиетті жерлері кітабы. Аудионұсқа. Жер шарындағы барлық халықтардың салт-дәстүрі мен діндерінен ұқсастық табуға болады. Солардың ішіндегі ең көп ұқсастық әрине діннен табылады. Дін адамзат қоғамындағы аса күрделі де маңызды әлеуметтік мәдени сана. Діннің басты мақсаты адамның рухани жетілуі және жаратушы Құдайға сенімі. Сонымен қатар әр діннің тура жолға бастаушы рухани көсемдері бар. Халық арасында әулие атанған тұлғалардың туған және жерленген орындарын тарихта қалдыру мақсатында түрлі мешіттер мен шіркеулер, ғибадатханалар мен кесенелер тұрғызылған. Әлемнің қасиетті жерлері атты бұл кітапта әлемдегі ең танымал киелі орындар жайында мәлімет беріліп, суреттері көрсетілген. Мекке. Мекке ислам дініндегі қасиетті қала. Онда күллі мұсылман қауымының пір тұтар қасиетті қақбасы мен ұлы мешіті орналасқан. Бұл қалаға жыл сайын миллиондаған халық қажылыққа келеді. Қажылық мұсылмандардың 5 парызының бірі. Меккенің тарихы ислам дәстүрі бойынша Исмайылдың ұрпақтарынан бастау алады делінеді. Ең соңғы пайғамбар Мұхаммед Меккені ислам қаласы деп жария еткен. Қазіргі уақытта ол ірі сауда орталығына да айналған. Ислам дінінің ертедегі тарихында Меккенің орны ерекше. Бұл тарих Мекке қаласына Мұхаммед пайғамбардың келуімен басталады. Қазіргі таңда Мекке қаласы Сауд Арабиясының астанасы аумағында, Мекке провинциясында, Хиджаз тарихи өлкесінде орналасқан. Кейбір тарихи деректерде қаланы Бекке деп те атайды. Қаланы Сауд Арабиясының үкіметі тағайындайтын мэр басқарады. Мекке өзі аттас провинцияның бас қаласы саналады. Оның құрамына Жидда қаласы да кіреді. Мекке қаласының орталығы Мекке қуысы деп аталатын таудың ортасындағы далада орналасқан. Мекке қаласының жалпы аумағы 1200 шаршы шақырымды құрайды. Меккеге миллиондаған адам мінәжат етуге келеді.